Сәлем қыз-келіншектер, бүгін сіздермен бисквитный торттың ең оңай әрі дәмді түрін жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Міне торттың әр түрлі оформлениясымен көрсетіп жатырмын. Сіздерде дәл осылай жасауларыңызға болады. Міне бізге керегі 2 корж жасайтын боламын мен. 2 корждан міне 4 үлкен жұмыртқа менде. Ағын сарысынан бөліп алып, міне осылай тап-таза ыдысымызға жұмыртқамыздың тек қана ағын салып, жақсылап 3-4 минут миксерлеп, осылай ақ көбік пайда болғанша миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне осылай 1 стакан қантымызды 3-4 бөлікке бөліп жақсылап оны да миксерлейтін боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіз, себебі қант басып жіберу мүмкін ақ көбігімізді. Сол себепті ақырын ғана мұны 3-4 бөлікке бөліп салып, жақсылап оны да миксерлеп, үстіне осы жұмыртқамыздың сарысын барлығын қосамызда. Мен сияқты осылай миксерлеп алыңыздар. Достар, егер де сіздер торттың биік болған қаласаңыздар, дәл осы рецептпен тағы да 1 корж жасап, 1 коржды 2-ге бөліп жасап пісірсеңіздер болады. Торттарыңыз биік, әдемі көрінетін болады. Міне, қантымызды салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін, міне 1 стакан осындай ұнымызды салып, жақсылап оны да 1 келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Енді осы тестаны ыдысымызға салып, 160 градуста 1 сағат немесе 50 минутқа пешке жіберетін боламыз. Ал енді креміне кірсек, кремі көп болғанын қаласаңыз, немесе сізде корж, 4 корж болса, міне онда 1 банка сгущенка менен 180 градус сары майымызды еріген, комнатный температурада еріген сары майымызды араластырып, осыны крем ретінде қолданатын боламыз. Міне, зубочисткамен тексеріп көреміз. Орталары піскен ба, жан жақтары піскен ба, барлығын тексеріп алғаннан кейін кептіретін боламыз. Мен темір решетка бар, солған аударып, астын үстін осылай кептіріп, жабысып қалмас үшін міне кеуіп болған коржымызды жан жағын бірінші пышақпенен осылай айналдыра кесіп шығатын боламыз. Себебі бірден осы темір қалбырыңызды ашып жіберетін болсаңыз, жан жағдарындағы жабысқан корждары бөлініп, үзіліп түсіп қалуы мүмкін. Міне қараңыз, қандай әдемі корж дайын болды бізде. Енді осы коржымызды қағазын аламыз астындағы. Енді бізге осы жерде ағаш пышақ керек болады. Себебі ағаш пышақ өте жақсы түзу кесетін болады біздің коржымызды. Немесе жіп қолдансаңыздар болады. Мен өзім осы дәл осы тортқа ара пышақты қолдандым. Міне жүзі ара. Коржымыз түзу әрі бөлінбей, жалбырамай әдемі кесілу үшін міне пышағымызды орта жеріне дейін ғана кіргізіп, коржымызға солай кесетін боламыз. Коржды кесерде 1-2 ережені ұстанған дұрыс. Міне пышағымыздың орта жеріне дейін ғана коржымызға кіргізіп кесетін боламыз. Коржымыздың үстін алақанымызбен басып тұрып, айналдырып кесіп аламыз. Міне айналдырып, жақсылап, өткір пышақ болу керек. Сіздерде ара пышақ болса. Егер жай пышақ болса, қайрап алсаңыздар болады. Себебі мына үлпілдеп тұрған жұмсақ корж кесілгенде шамалы қиындау болуы мүмкін сіздерге. Міне енді айналдыра кесілген коржымызды, енді пышағымызды түзу ұстап, міне үстін ғана басамыз коржымыздың. Міне пышағымызды түзу ұстап, дәл ортасынан қақ бөліп кесіп алатын боламыз. Міне өте әдемі кесілді.
үгітіліп кеткен де жоқ қатты. Енді осыны өз қалауыңыз бойынша басқа да кремдерді қолданып, басқаша әртүрлі өз фантазияңыз бойынша сәндеп, әрлеп, осы тортыңызды дайындасаңыз болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, көмегім тисе қуанышты боламын. Лайк басып, комментария жазып отыруды ұмытпаңыздар.